Құрметті оқушылар, құрметті телекөрермендер, Назарбаев зияткерлік мектептері желісінде жүзеге асып келе жатқан 100 күй жобасы аясындағы күмбірле қоңыр домбыра атты домбыра сабағына қош келдіңіздер. Бүгін Қазақстан Республикасы бойынша барлық Назарбаев зияткерлік мектептерінде бір уақытта домбыра сабағы өткізіліп жатыр. Бұл дегеніміз, ұлтымыздың киелі аспапқа деген зор құрметі мен сүйіспеншілігінің белгісі. Сондай-ақ халқымыздың ұлттық өнерін асқақтатуға үлес қосқан күйші бабаларымыздың өнерін дәріптеу. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз қорытынды сабақ түрінде болмақ, сондықтан барлық күйлерді қайталап еске алатын боламыз. Сіздерге мынадай сұрақ. Концерттерде, атаулы іс-шараларда біз қандай күйлерді орындадық? Еске түсірейікші? Біз 7-ші сыныпта болып Мұңғаждар Әбубәкіровтың биін үйрендік және оны домбырашылар көшмағында орындадық. Жақсы, тағы кім айтады? Және 22-ші наурыз соғысының ұлы күні Дебекилейдің бір қоланы күйін ойнадық. Өте жақсы. Үлкен және күрделі шараларда Құрманғазының Адай, Балбырауын күйлерін орындаған болатынбыз. Тамаша. Сонымен қатар Абдымомын Желдібаев атамыздың ерке соқымын киін білеміз. Жақсы, тамаша, тағы кім айтады? Дилара. Тәуелсіздік мерекесінің қарсаңында біз Нұрғиса Кіндиевтің Атсал күйін ойнаған болатынбыз. Жақсы. Және? 100 бала болып Еркемай халық күйін ойнаған болатынбыз. Бәрекелді оқушылар, жарайсыңдар. Енді біз барлық күйлерге шамалы шолу жасап шықтық. Дәл қазір естеріңде болса 100 күйші бірге ойнаған Еркемай күйіне толығырақ тоқталғым келеді. Жалпы Еркемай күйі бұл халық әні, сол халық әнінен туындаған күй. Өздерің білесіңдер, халық әні деп отырғанымыздың өзі ата-бабамыздан тараған, ауыздан ауызға жеткен, есте қалған әндердің бірі. Оны кейін күйге өңдеп шығарған. Атауы айтып тұрғандай, Еркемай жалпы еркелікті, наздануды бейнелеп көрсететін жеңіл күй. Сондықтан бүгінгі сабағымыздың шымылдығын дәл осы күйді қайталап үйренуден бастайтын боламыз. Жалпы өздеріңіз білесіздер, жылдың басында мен сіздерге күйді үйретуді бастадым. Кейін жоғары сынып оқушылары Аружан мен Дарынды жетекші ретінде бекітіп, сіздерге сол оқушылар сабақты үйретіп жүр. Солай ғой. Бүгін енді Дарын белгілі бір себептерге байланысты сабақта бола алмайды. Сондықтан дәл қазір сөз кезегін 11-ші сынып оқушысы Аружанға берем. Аружан, сөз кезегі өзіңде. Бәріңізге сәлем. Бүгінгі ерекше форматта өткелі отырған домбыра сабағына қош келдіңіздер. Жыл бойы бірнеше күйлер үйренген болатынбыз және олардың тарихымен таныстық. Ал бүгін осы тәжірибемізді шыңдау мақсатында Еркемай күйімен танысатын боламыз. Бұл күй негізі өте жеңіл, ырғақты, екпінді болып табылады, сондықтан үйрену аса қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Сондықтан алдымен мен сіздерге бұл күйді ойнап берейін. Одан кейін бас буыннан бастап бірге үйренетін боламыз. Бергенімдей, ең бірінші буынды біз бас бармақты соль нотасына қою арқылы бастаймыз. Және бірінші саусағымызды си нотасына, яғни екінші нүкте тұрған жерден бір перне жоғары орналастырамыз. Осы нүктеден бастап бас бармағымыз өзгермейді, қағысымыз алма кезек, үшінші нүктеге төртінші саусақпен түсеміз. Бұлай. Тағы да қайталасақ. Керемет. Біз өздеріңіз байқағандай соль және ре нотасында қалдық, яғни екінші нүкте тұрған жерде толығымен. Осы жерден әрі қарай, жоғары қарай, яғни ми және ляға түсеміз. Басында бізде бас саусағымыз қозғалмайды, ал одан кейін екінші бөлігін ойнаған кезде бас бармағымызды үшінші нүктеге түсіреміз. Ал ми нотасын төртінші саусақпен аламыз. Көрсететін болсам. Қайталап көрейік.
Дұрыс, тағы да бір рет. Енді ең басына қайтып оралып, екеуін қосып көрейік. Дайын болсақ? Дұрыс. Үшінші бөлігіміз дәл біріншісі сияқты. Қолымызды қайтадан соль және сиға қоямыз. Одан кейін алма кезек қағыспен бірінші бөлікті қайталап береміз. Дұрыс. Енді ең басынан осы үш бөлікті қосып көрейік. Енді дәл осы қалған жерімізден соңғы бөлікті ойнаймыз. Бұл жерде біз одан да төмен ноталарға түсетін боламыз. Бас саусағымыз орнында қалады, ал біріншіден төртіншіге дейін біз ля нүктесіне барған кезде бас саусағымызды ашамыз. Бір көрсетіп жіберейін. Тағы да. Ең басынан бастайық. Дұрыс. Тағы да бір рет барлығын қосайық. Енді өздеріңіз байқағандай, дәл осы әуен екі рет қайталанады. Енді ойнаған кезде біз оның екеуін де қайталап бірге қосып ойнап көрсек. Дайынбыз ба? Жарайсыңдар оқушылар, жалпы бір күйді бір сағатта, бір күнде ойнап шығу аздық етеді. Өйткені біз оны апталап, айлап үйренеміз, солай ғой Аружан? Оның үстіне күйді үйреніп қана қою ол аз. Оның ары қарай техникасын дамыту керек, ойнау шеберлігін дамыту керек, көрерменге жеткізу өнерін, мәнерін дамыту керек. Сондықтан дәл қазір шамалы үзіліс жасап, дәл осы 100 күйші бірге ойнаған сәтке шолу жасайық. Еркемай күйін еске алдық оқушылар, я? Енді сабақты Әбдімомын Желдібаев, Құрманғазы Дәулеткерейдің шығармаларымен жалғағымыз келеді. Сабақ барысында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, парасат, құрмет ордендерінің иегері Әбдімомын Желдібаевтың ерке сылқым күйімен танысатын боламыз. Негізі бұл шығарманы сіздер жақсы білесіздер, сондықтан бүгін тек қана қайталаймыз. Ендеше сөз кезегі Аружан өзіңде. Рахмет Айдана Өміржанқызы. Келесі ойнайтын күйіміз Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Әбдімомын атамыздың ерке сылқым күйі болып танылады. Оны баршаңыз білесіздер, және
біз жақында өткен домбырашылар флешмобында да оны ойнаған болатынбыз. Ал тарихына тоқталар болсақ, бұл күй негізі ғашықтықтан пайда болған күй деп санауға болады. Себебі автордың өзінің айтуы бойынша ол осы күйдің әуенін 20 жыл бойы ойлап тапқан болатын. Себебі әрқашан қазақ қыздарының сұлулығына және қылықтарына тамсанып жүріп, Әбдімомын атамыз осындай керемет күй шығарып дүниеге әкелді. Дайын болсақ?
оқушылар, бұл күйді толығымен орындап шықтыңыздар. Енді бұл күйдің емес, ұлыстың ұлы күнінде ойнаған Дәулеткерейдің Көроғлы күйіне шолу жасағым келеді. Өздеріңіз білесіздер, қашықтықтан оқу барысында бізде НС Қостанай радиосы қызмет атқарған болатын, және дүйсенбі күндері 100 ән, 100 күй жобалары кезектесіп шығып отырды. Сол жобалардың бірінде, 100 күйдің бір санында Дәулеткерейдің Көроғлы күйінің шығу тарихын бізге Аружанмен бірге сіздерге күй үйретіп жүрген Дарын баяндап берген болатын. Ендеше сөз кезегін Дарынға берейік, экранға зер салыңыздар. Әуе толқынында НС Қостанай радиосы. Армысыздар, құрметті НС Қостанай радиосының тыңдармандары. Сіздермен 10-шы сынып оқушысы Қанапин Дарын. Бүгін біз 100 күй жобасы аясында Көроғлы күйіне тоқталамыз. Бұл шығарманың авторы әйгілі күйші әрі композитор Дәулеткерей Шығайұлы. Ол 1820 жылы Бөкей ордасында дүниеге келді. Мүсіралы Бердалыұлынан домбыра сабақтарын алған Дәулеткерей бала кезінен білімділігімен көзге түседі. Осының арқасында ол өзінің 67 жылдық ғұмырында 100-ден астам күй шығарып үлгерді. Біздің заманымызға дейін келіп жеткен күйлерінің бірі ол Көроғлы күйі. Бұл күйдің шығу тарихына тоқталсақ, Дәулеткерей жолда келе жатып, жерде күн сәулесін шағылыстырып тұрған жебенің ұшын көреді. Бұл жебе оған осы аймақтардағы шайқастарды есіне түсіреді. Айнала тып-тыныш кезде көз алдына елестеген шайқастар оны күй шығаруға шабыттандырады. Осылайша дүниеде жаңа туынды пайда болады. Ендеше, дәл қазір сіздердің назарларыңызға осы күйді орындап берейін. Жаңа сабақ басында мен сіздерге сұрақ қойдым, концерттерде, атаулы іс-шараларда қандай күйлерді орындадық, еске түсіріңдерші деп. Бізде Диляра тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Нұрғиса Тілендиевтің аңсау күйін ойнадық деп жауап берді. Ендеше дәл қазір видеоматериал арқылы осы күйді де тамашалап алайық.
бар. 2001 жылы Голливудта өткен бүкіл әлемдік музыка орындаушылардың чемпионатында еліміздің Ұлытау тобы Адай күйімен бас жүлдені жеңіп алған екен. Ал Singer 2017 байқауда Димаш Құдайберген өзінің Дайдидау әнін орындамастан бұрын Адай күйін орындап берген. Міне ғажап, жалпы мен осындай ұлттық өнерімізді дәріптеп жүрген ұлдарды, азаматтарды мақтанышпен еске алып отырам. Сондықтан дәл қазір сіздердің де орындауларыңызда Адай күйін тыңдағым келеді. Әрине, сіз тыңдауға дайын болсаңыз, біз орындап беруге дайынбыз. Рахмет оқушылар, бүгінгі практикалық сабағымыздың мазмұнды өтуіне қосқан үлестеріңіз үшін көп рахмет дейміз. Және біздің телекөрермендеріміз де пайдалы ақпараттар алды деп ойлаймыз. Домбыра күнінің ұлттық мерекеге айналуы көнеден келе жатқан рухани байлығымызға берілетін лайықты баға. Сондықтан ұлттық мәдениетімізді әлемге асқақтатып жүрген қасиетті аспапты бүгінгі ұрпақтың ұлықтауы заңдылық. Және біз, жас ұрпақ, осы жолды әрі қарай жалғастыруға уәде береміз.
Құрметті оқушылар, бүгінгі сабаққа белсенді атсалысқандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Және ерекше алғысымызды жыл бойы сіздерге күй үйреткен Дарын мен Аружанға білдіргіміз келеді. Және жылдың қорытындысы бойынша жылдың үздік домбырашысы мәртебесін сіздерге береміз. Ертең мектеп директорының қолынан осы марапатты алуға дайын болыңыздар. Ал құрметті телекөрермендер, осы уақыт аралығында бізбен бірге болғандарыңызға мың алғыс. Күйіміз күмбірлеп, аспанымызда қалықтап, ғұмыры ұзақ болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.